Қыз болып тиіп, қыз болып ажырастым. Ауылда әрі қазақтың отбасына тән тәрбиемен өстім. Атанам жасы ұлғайған жандар, туған ағам бар. Мектепті бітіргеннен кейін басқа сыныптастарым сияқты арман қуып қалаға кете алмадым. Оқуға түсуге білімім таяздық етті. Біреулер ақылы бөлімінде оқып, диплом алуға әрекеттенді. Ал мені ақылы бөлімде оқытуға тұрмыс жағдайымыз көтермеді. Сөйтіп мен ауылда қалып, ата-анама қолғабыс етіп, жандарында болдым. Ауылымыз шағын еді, жастар аз. Оқушы кезінде де мектепті бітірген соңды жақсы көріп, жүріп жүрген жігітім болған емес. Жақсы көретін адам болмаған соң, тұрмысқа шығуды да ойлаған емеспін. Бір күні анам көрші ауылға тойға кетті. Тойдан келген соң маған қыз мұраты кету деген деп сөз бастап, той жайлы, жас жұбайлар, жаңа түскен келін туралы айтқан болды. Осы күннен соң қыз баланың жат жұрттық екендігі, жалпы тұрмысқа шығуым керектігі туралы жиі сөз қылатын болды. Мен көп жерінде қарсы ештеңе айтпай, өз пікірімді де білдірмей, үнсіз келісетінмін. Сөйтіп жүргенде маған көрші ауылдан Аман есімді жігіттің ата-анасы келіп, сырға салып кетті. Аманды ешқашан көрмегенмін. Анам көрші ауылға барғанда Аманның анасымен сөз байласып келіпті. Әкем көп сөйлемейтін, ешкіммен шаруасы жоқ, аурушаң адам. Үйдегі көп мәселелерді анам шешетін. Сонымен не керек, анамның сөзін жерге қалдырмадым. Менде басқа таңдау жоқ еді. Көп ұзамай мен көрші ауылға Аманның үйіне келін болып түстім. Анасы өте жақсы адам екен, 3 әпкесі бар. Ағайын туыс, жекжаттарын шақырып той жасады. Менің де ата-анам қыз ұзату тойының ырымын жасаған болды. Азынаулық жасауымды да берді. Аман өңді, ашылып көп сөйлемейтін, ұзын бойлы азамат екен. Іштей ұнаттым. Тағдырдың маңдайыма жазғаны осы болса деп, жақсы келін, берекелі әйел болуға мойынсұндым. Той өтті. Бірінші күні алғашқы түніміз болмады. Тойдан соң өзімде шаршап ұйықтап қалып. Келесі күні тағы солай. Күйеуім жұмыстармен кетеді, кешке келеді. Ашылып көп сөйлеспейді. Енем ас түсіме түсіп әлек. Сонымен біраз уақыт өтті. Некелескен екі жардың көк көрпелері бүлкілі сезілетін емес. Әйел емеспін бе? Тұрмысқа шыққан қыздар сияқты менің де алғашқы түнді бастан өткізгім келді. Күндіз үй шаруаларымен жүріп, арасында алғашқы түнімізді ойлап қоям. Ойласам, буын-буыным босап, жүрегім елжіреп кетеді. Осылайша бір ай өтті. Менің қазақ қыздарына тән ұяңдығым басым еді. Ұят болар деп өз ойымды ашық айтқан емеспін. Кешке келген күйеуім төсекке қисая сала қорылға басады. Мені иіскеп, ешқашан еркектік мейірім танытқан емес. Өзім ақырын қолымды созып, денесіне тигізе берем де, өзімнен өзім ұялып, бірден қолымды тартып алам. Тек еркек иісіне мас болып соған қанағаттанып ұйқыға кетем. Осылайша екінші ай өтті. Күйеуім енемнің айтуымен мені төркініме апарып келді. Көп сөйлеспейміз, тіпті ол маған әйел заты деп те қарамайтын. Ата-анам мәз, көңілдеріне кірбің түсірмейін деп ештеме білдірмедім. Ауылда сыныптас қызым бар еді. Жанар алып ұшып келіп жағдайымды сұрап жатыр. Тұрмысқа шыққан қалай екен дейді, көздері күлімдей. Ұялғанымнан жерге кіріп кете жаздадым. Сасқан үйрек артымен жүзер дегендей керемет дедім. Өзімше шындықты біліп қоймасын деп бүркемелеп жатырмын. Жанар болса, сен түк өзгермегенсің, тұрмысқа шыққан қыздар өңденіп ерекше бір нұрға бөленуші еді деп қояды. Үйімізге қайтып келген күні Аман үйде қонбады. Жұмыстарым бар еді деп кетіп қалды. Ауылдардан тері жинап қалаға барып өткізетін. Сол кеткеннен 3 күн келмеді. 4-ші күні келіп, тағы да бұрынғы әдетіне басып, ұйықтап қалды. Осылайша тағы бір апта өтті. Жанардың сөзі ойыма орала берді. Түскі асқа келген көрші әже енеме айтып жатыр. Жақында немерелі болатын шығарсың деп. Ол сөзді естіген менің мүлдем көңілім түсті. Мазам болмай, бөлмеме ерте келіп, бүк түсіп жатып қалдым. Аманды күтіп жатырмын. Ол түнгі сағат 12-лерде келді. Тамақ ішпеймін, ішіп келдім деді де, күнделікті әдетіне басып, шамды өшіріп жатып қалды. Мен бар күшімді жинап, шамды жақтым да қасына келіп, сен мені қорлау үшін алдың ба? Осындай өмір қашанға созылады, әлде мен саған ұнамайын ба? Әлде денсаулығыңда кінәрат бар ма дедім. Көзім жасқа толып, әрі қарай ештеңе айта алмадым. Өксік өзегімді өртеп барады. Сондағы менің күйеуім деп жүрген адамымнан естігенім, менің өз сүйгенім бар, күнде соған барам. Сен алған мен емес, ата-анам.
Анам мені тыңдамаған. Көріңдер енді, зорлап үйлендіргеннің қалай болатынын. Сен білмеген бе едің, енді бәрін білесің, кетем десең кете бер, есік ашық деді. Бұдан басқа да көптеген ауыр сөздер айтты. Мен шыдамай далаға атып шықтым да, таң атқанша бақшада отырып ұзақ жыладым. Саған айтар ақылым, есің барда еліңді тап. Менің өз сүйгенім бар. Түнмен қайда жүреді дейсің? Әрине, сүйгенінің қасында болам. Кетем десең кете бер деген сөздері құлағымда жаңғырып тұр. Таңертең заттарымның бәрін жиып қойып, болған жайды енеме айттым. Ол өкіріп жылап, үйді басына көтерді. Ұлына небір қарғыс сөздер айтып жатыр. Аман үнсіз ғана үйден шығып кетті. Сөйтсем, ол 2 жылдан бері көрші ауылдағы бір жасы үлкен ұйғыр әйелмен әуейі болып жүр екен. Ұйғыр әйелдің Аманның басын айналдырғаны соншалықты. Ол ел сөзін елемей, анасы мен әпкелерінің айтқанын тыңдамай, апталап сол әйелдің үйіне барады екен. Екеуі ерлі зайыпты сияқты өмір сүреді, ал менің ата-анамның одан хабары жоқ. Бізді біліп қойып, ырайларынан қайтар деп, тойда асығыс жасауларының да себебі осы екен. Енем өзінше жақсы қыз тауып үйлендірсем, балалы шағалы болар, ұйғыр келіншекті ұмытар деп ойласа керек. Сорлана қайтсын енді, баласын ойлап, менің апама сөз салған көрінеді. Аманның анасының жақсы адам екенін білетіндіктен, жақсы ұяға барса, бағы жанар деп, менің анамда келіскен. Осылайша қыз болып тұрмысқа шығып, қыз болып ажырастым. Таң атпай қол сөмкесін арқалап есік алдында тұрған енем екеумізді көргенде ата-анам шошып кетті. Жылап еңіреп отырып, бәрін анама айтып бердім. Ол да қатты таң қалды. Bir жағынан құдағиына ашуланды, бірақ болар іс болды ғой. Енді күйеуіңнің бетін бері қаратуға тырысып көрмедің бе? Қолыңды бір-ақ сілтеп кетіп қалғаның не? Әлі де болса екі жақ сөйлесіп, бір әрекет жасап көруге болатын шығар деп өзінің жаңа жоспарын айтты. Оның ойынша некелескен деген атымыз болғаннан кейін мен сол атты сақтап қалу үшін күресуім керек екен. Бірақ мен бұл жолы анама түбегейлі қарсы шықтым. Мені сүймейтін адам үшін күрескенше, сол күшімді басқа мақсатқа жұмсағаным артық. Ол мені аяғына таптағандай болды. Жастығымды қор етті. Мен қанша күш салып, отбасымызды сақтап қалғанымен, ол мені бақытты етпейді. Осыны ойламаған анама іштей өкпеледім. Bir жағынан ойласам, оның да ойлағаны жақсылық қой. Қаяна іштен шыққан баласына жамандық ойласын. Қызын қайтып келген деген жаманаттан, қатыгез ортаның сұғанақ көзінен сақтағысы келеді де. Миымда шымшытырық ойлар, ақыры қайраттанып, бір шешімге келдім. Маған ондай отбасылық өмір қажет емес дедім. Содан бері бақытымды басқа жақтан табуға тырысып келем.